Жаңа келдім ол ауылға, қап-қара қойшының қара қызымын, қатып қалған. Сөйтіп келе жатсам, аналар маған айтады, оны кейін түсініп алдым ғой олардың не айтқанын, өзге тілде айтады да. Енді айта берейін бір жерде, калбитка, черная, иди сюда, это не твоя дорога, выходи, на жермен жүрме, сенің жолың анау деп. Соны әйтеуір қысым көрсетті. Аналардың жаман айтып тұрғанын түсіндім да, үшеуін алып, шаштарын жұлып, сол жерде жаңағы маған жүр деген жолдарына өздерін аунатып тастаған ғой. Мінек десе қыздар кірмейді да, бүйтіп кірмей тұр. Неге кірмейді? Аналары кіру керек. Кімдер? Бүйтіп қарасам жаңағы үш қыз, олар мені көріп, бүйтіп сырылып қалды. Сосын айтамын, қыздар, бүгіннен бастап сендер мінесіңдер. Пали деген бір жүргізуші бар, 80 келген, ол кісі закройте рты бараны деп бізге айғайлайды. Мен өзімнің елімде жүріп, маған неге осылай айтады деп. Ол кезде біз түсінбейтін. Ол кезде Қазақстан емес, Қазақ Республикасы деп аталады. Кейін Целиноградқа, облыс орталығына келген кезде де біз өте көп ондай қысымдарды көрдік. Бүгін де мен жастарға үнемі дәріске барғанда айтамын, айналайындар, біз сол кезде қысым көріп өстік, иә? Бірақ біз сонда да, мен айтам кейде, тілім үшін атаман болғанмын деймін. Бірақ біз солай өссек те, сендер бүгінде тәуелсіз елсіздер. Сіздерге ешкім айтып атқан жоқ. Өз тілдеріңде сөйлемеңдер, ауыздарыңды жабыңдар деп ешкім айтып тұрған жоқ.